50 түрлі дертке дауа болатын ерекше өсімдік. Қара зере, яғни орысша атауы черный тмин, ерекше емдік қасиеті бар өсімдік. Қара зеренің 20-ға жуық түрі бар. Өсімдік дәнінің түсі қара болып келеді. Оның қара зере деп аталуының себебі де осы. Қара зеренің емдік қасиетіне байланысты көптеген ғылыми зерттеулер жүргізілген. 1960 жылы профессор Такахна қара зеренің майымен артритті емдеуге болатындығын дәлелдеген. Ал 1992 жылы Дакка, яғни Бангладеш университетінде жүргізілген зерттеуде қара зеренің бактерияға қарсы тұра алатын қасиеті анықталған. Сондай-ақ ол қатерлі ісікті емдеу үшін де қолданылады. Мұхаммед пайғамбарымыз ерекше мақтаған бұл өсімдік бар дерттің дауасы екенін бірі білсе, бірі біле бермейді. Араб елдерінде пайғамбар өсімдігі деп аталып кеткен қара зеренің пайдасы айтарлықтай. Медицина мамандарының айтуынша, қара зере майының химиялық құрамын фосфат, темір, фосфор, кальций, карбогидраттар, Е және В дәрумендері, линолей, алеин, пальмитин, эйказен, стеарин, альфа-пенолин қышқылдары құрайды. Ғалым Ибн Қайым Жаузия өзінің пайғамбар медицинасы атты кітабында қара зеремен 50 шақты ауруды емдеуге болатындығын көрсеткен. Кейінгі зерттеулер бойынша да оның мынадай ауруларға ем екендігі белгілі. Қара зере өсімдігі қандағы холестеринді азайтады, ағзаны улы заттардан тазартады, иммунитет жүйесін күшейтеді, инсультқа, яғни миға қан кетуге қарсы тұрады. Буын ауруы артрит пен бауыр ауруынан айықтырады. Құрамындағы тимохинон арқылы қандағы глюкозаны азайтады. Құрамындағы эфир майлары арқылы бактерияларды өлтіріп, олардың көбеюін тоқтатады. Бронхит пен астмаға, яғни тыныс жолдарының қабынуының емі. Ішектердегі қажетті бактерияларды қалпына келтіру арқылы іш құрылысының жүйесін реттейді. Тері ауруларына пайдалы, соның ішінде қотыр, қышыма, бөртпе және тағы басқаларына. Өт пен бүйректе жиналған майда тастарды уатады, несеп жолдарын тазалайды, ішті жүргізеді, ішек құрттарын жоюға көмек береді. Бала емдетін әйелдердің сүтін молайтады, сүйелді кетіреді. Жөтел мен сары ауруға таптырмайтын ем, белсіздіктің емі, семіздіктен арылуға көмектеседі, тәбетті арттырады, асқазанның ойық жарасы язваны жазады, еттеккір циклын қалпына келтіреді және тағы басқа да қасиеттері бар. Шығыс елінде осы қара зере өсімдігінің майы да аса танымал. Бұл майды мұсылмандар сан ғасырлардан бері барлық ауруларға ем үшін қолданып келеді. Ол Сауд Арабиясында, Мысырда жасалады. Бүгінде ақш пен батыстағы мемлекеттердің ғалымдары қара зере мен спидті емдеу жолдарында зерттеумен айналысып жатыр екен. Қара зеренің негізінен дәнектері мен майы емге пайдаланылады. Мәселен, қара зере майы аллергияны, қышыма мен псориазды бәсеңдетуге, демікпеге қарсы ағзаның иммунитетін арттыруға, ас қорыту қиындағанда, жоғарғы қан қысымы байқалғанда емге пайдаланылады. Түрлі витаминдер, минералды тұздар, микроэлементтермен қатар қара зере майының құрамында көмірсулар, белоктар мен майлар да бар. Өсімдік майы негізгі маймен қатар майлы қышқылдардан да түзіледі. Осы себепті аталғандардың соңғысы қанықпаған майға жатады. Бүгінгі күні қара зеренің дәндерінен қайнатылған арнайы шай да жасалады. Бұндай шай көбіне іш кебу, іш өту және өт шаншуы сияқты ауруларға ем. Жас босанған сүті аз әйелдерге де оның пайдасы зор. Осы қара зеренің майымен кейбір ауруларды емдеуде қалай қолдану қажеттігі туралы айта кетейін. Баспа, яғни ангинаға ұшыраған кезде қара зере майының 2-3 тамшысын тамызғыш арқылы таңдай бездеріне тамызады. Болмаса мақтаны майға батырып, онымен таңдай бездерін сүртуге болады. Осы емді күніне 3-4 мәрте қайталайды. Емнің ұзақтығы 2-3 күн. Созылмалы баспа, яғни ангина кезінде мақтаны қара зере майына батырып, онымен таңдай бездерін сүртіп, сосын сыртқы аймағын маймен сүрту керек. Содан кейін мұрынға 1-2 тамшы май тамызады. Егер қыздырса, мұрыннан қақырық түсірсе қорықпаңыз. Ол 5-10 минуттан кейін тоқтайды.
Құлақ ауруы кезінде құлаққа бір тамшы қара зере майын тамызу қажет. Ол құлақты тазалап, ауруын басады. Жарты шай қасық қара зере майын күніне 1 рет ішу қажет. Көк бауырдың қабынуы кезінде 1 стакан қайнаған суға 1 шай қасық укропты қосып 3-5 минут қайнатамыз. Оған 7 тамшы қара зере майын қосып 1 апта ішу қажет. Мұрынның бітелуі кезінде қара зере майына малынған мақтаны 15-20 минут мұрынға қоямыз. Тұмау қатты тигенде мұны қайталайды. Күшті жөтел кезінде 3-5 тамшы қара зере майын тілдің түбіне таңертең және кешке тамызасыз. Кеуде аурулары және суық тию кезінде жарты ас қасық қара зере майын қайнап тұрған суға тамызып, буымен демалу қажет. Қақырық түспеген жағдайда жарты шай қасық қара зере майын жарты стакан лимон шырынымен қосып ішу керек. Оған аздап бал қосып ішуге болады. Әлсіздік кезінде 10 тамшы қара зере майын 1 стакан апельсин шырынымен араластырып, таңертең ұйқыдан оянған мезгілде ішу керек. Мұны 10 күн бойы қайталайсыз. Белсіздік кезінде 1,5 стакан бал, 1 стакан кепкен өрік, 1 стакан мейіз және де 2 лимон қабығымен 1 стакан грек жаңғағын ұнтақтап араластырамыз. Осы қоспаны тамақ жеуден 1 сағат бұрын 1 ас қасығымен күніне 3 мәрте қабылдайсыз. Жыныс жолдарының қабынуы кезінде жақсылап жуынып, жатар алдында ауырған жерге қара зере майын жағу керек. Емді 7-10 күн қайталайды. Мастит кезінде кеудені қара зере майымен сылап компресс қою керек. Оны тәулігіне 2 рет таңертең және кешке ауыстыру қажет. Сондай-ақ шашыңыз түскен кезде шаш түскен жерге қара зере майын жағып, сонымен бірге тамақтан 15 минут бұрын таңертең және кешке жарты шай қасық қара зере майын 1 ас қасық бал қосылған жарты стакан сумен ішу қажет. Бұл қара зере майын мұсылман заттарын сататын халал дүкендерден табуға болады. Зерттеулердің барысында қара зере өсімдігінің есте сақтау қабілетін жақсартатын қасиеті анықталған. Сондай-ақ тері ауруларына қарсы қолданылады, яғни безеулер мен терінің құрғақтануын емдейді. Сондай-ақ қартаюдың белгілерін тежейді. Қан қысымының көтерілуі мен түсіп кетуіне қарсы қолданылады. Себебі қара зере қан айналым жүйесін жақсартатын қасиетке ие. Ал бұл өз кезегінде жүрекке де мол пайдасы бар. Иммунитетті күшейтеді, ісіктерге қарсы пайдасы көп, денені улы заттардан тазартады. Қара зерені көкнарға тәуелді болып қалған адамдарды емдеуде қолданады. Сондай-ақ көптеген зерттеулер қара зеренің зиянды сәулелерге қарсы, әсіресе ми жасушаларына зиянды сәулелерге қарсы мол пайдасы бар екендігін анықтады. Айтылған барлық мәліметтер ақпараттық сипатқа ие, қандай да бір емді жасамас бұрын жеке дәрігеріңізбен кеңесіңіз. Ақпарат кәделеріңізге жарасын, дендеріңіз сау болсын.